Мемлекеттік кітап номері 10. Жаңаша ойлау. Ол өзі мейірімді адам, талапшыл да, есепшіл де емес. Алғаш танышып тұрсам да бөтендік сезінбедім. Соңынан еріп баспалдақпен көтерілдім. Ауыз су тапшылығы жайлы сөйлесіп келе жатқанбыз. Ол сөзін кілт тоқтатып кеңсемнің есігін барбай қарадым. Есіктің өзі ағаштан, өрнегі мен гүлдері темірден жасалған. Тұтқасы арыстан бейнесінде безендірілген. Бір қарағанда көне жәдігерді еске салады. Ол есіктің өрнектерін сипалап, «Мына есік кімнің талғамымен жасалған?» деп сұрады. Әкемнің талғамы. Марқұм әкей бұл есіктің жобасын 12 жыл бұрын сызған еді. Сол кезде маған есінде болсын, дүние төңкеріліп, әлем өзгерсе де, жаңа дәстүрге ескінің есігімен жүру керек. Ескісіз жаңа болмас, жаңасыз ескі болмас дедім мақтанып. Көргені жақсы көш бастар деген осы. Тектен нәр алған тозбайды. Қарашы, ескінің адамдары бізге қарағанда текті, талғамы көрнекті, сөздері өрнекті болып келеді. Есіктің келбеті ескі болғанымен әлі күнге дейін жаңашылдық есіп тұр. Заманауи дүние десек те болады, деді. Біз есікті ашып кеңсеге кірдік. Самаурынды қостым да қаймақ қатқан күрең шай әзірлеуге кірістім. Шайдың хош иісі әп-сәтте бөлмені алып мұрынды жыбырлатып тұрды. Қазір ауыз су тапшылығы қатты талқыланып жатыр. Бәрімізде бірдеңе істеу керегін білеміз. Бәрімізде алаң бар, деді де ежелгі Иран тарихы деген кітапты алып орындыққа отырды. Су мәселесі бүгінгі күннің бас ауруына айналды. Сусыз жерге тау өкпейді, байлап жатқан мал өкпейді деген. Сусыз тіршілік жоқ. Су ішетін арығы жоқ елдің, сүзіп алар балығы да болмайды. Тарихты оқысаң, Иран ешқашан ауыз суға бай болмаған. Су қорының жан басына шаққандағы мөлшері Европа мен Малайзияға тең болған емес, деді кітаптан бас алмаған күйі. Сосын Иранның картасына нұсқап, «Мына байтақ даланың суы бір мезетте сарқылып қалғандай дүрлігіп жүрміз. Бірақ тарихқа үңілсең, ықылым заманда да солай болған. Бірақ ата-бабамыз суды да өлшеп тұтынған, судың да сұрауы бар дегеннен жадынан шығармаған. Мысалы, неге бізге көптен құдық қазбасқа? Ауыл шаруашылықта, өнеркәсіпте су шығындардың жоспары болуы керек. Бірақ біз ең негізгі мәселені ұмыт қалдырып жүрміз. Ол мәдениет. Ауыз суды пайдалану мәдениетінің төмендегі назардан тыс қалдырмауымыз керек, деді. Шай дайын болды. Ол күрең шайды құшырлана иіскеп бір ұрттады да сөзін жалған. Шөлде өскен қоңырқас көл қадірін біле ме? Көлде өскен шүрегей шөл қадірін біле ме деген. Қалада туылып, көп қабатты зәулім үйде өскен, судан тарықпаған бала су тапшылығын шешуге нақты шешім ұсына ала ма? Бұл мәселені шешу үшін бізге тарихтан, дәстүрден, тіпті аңыз әңгімеден сабақ алу керек. Сенің әкең дұрыс айтады. Жаңа дәстүрге ескінің есігімен кіру керек. Балаларға суды үнемдей жайлы ырым-тыйымдарды үйретпеу, жаңа технологиямен су тапшылығын жоямыз деген бекер сөз, деді.